Алаш автономиясы 20 ғасырда 1917 жылы құрылған. Бұл 20 ғасыр басындағы қазақ ұлттық мемлекеттік, жалпы қазақ ұлттық мемлекеттік халықтың басты идеясы болып саналатын. Биыл қазақтың көрнекті саясаткері және алаш саяси қозғалысының көсемі Әлихан Бөкейхановтың туғанына 155 жыл толды. Әлихан Бөкейхан 20 ғасырдың басында қазақтың алаш ұлт азаттық қозғалысының негізін қалаушы. Рухани мәдениетінің көшбасшыларының бірі болған Ахмет Байтұрсынұлы өмірі аңызға, шығармашылығы үлкен еге болған көрнекті тұлға. Жақып Ақбаев 1876 жылы 25 қазанда Семей облысында дүниеге келген. Жақып Ақбаев алаш қайраткері, алаш орда үкіметінің басшысы. Әлімхан Ермеков алаш орда үкіметінің мүшесі, қоғамдық және мемлекеттік қайраткер. Оның тарихта алар орны ерекше, алғашқы математик, профессор, ғалым. Әлімхан Ермеков Семейге шақырылып орынборда Қазақстан Газпром төрағасының орынбасары болып бекітіледі. Жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Қазаққа қызмет етпей Егер де бір қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас, қамын ойлағандай тіліміздің де сақталу қатар болу керек. Тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қауымның бірі. Сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы қалмай жоғалмайды. Ұлттың сақталуы да, жоғалуы да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі және сөзі болып табылады. Ермек туралы кезінде қазақ газеті технологический институт асқан деректер ғана түседі. Әлімхан білімді, шешен, өткір, халыққа қызмет етуді өзіне парыз санаған жүректі азамат деп зор баға берген. Әлімхан Ермеков орыс географиялық қоғамы Семей бөлімшесінде мүше болған. Алаш рәміздік сөз. Алаш ұлтты ұйыстырған ұран. Алаш қазақ қоғамы тәжірибесіндегі жаңарумен серпілудің, білім ғылым мен батыл ізденістің, адалдық пен тәуекелшілдіктің жарқын беті.